Маңғыстауда 30 жыл үзілістен кейін кәсіби балық аулау шаруашылығы қайта жанданды. Биыл өңірде балықпен айналысатын 3 кәсіпорын 45,5 тонна бекіре мен жайын өсірген. Келер жылы бұл көрсеткішті 286 тоннаға ұлғайту жоспарланған. Өңірдің өзге де жаңалықтарын тілшіміз тарқатады. Елордаға келіп аймақтың тыныс тіршілігін жіпке тізген Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай сөздің басын ірі инвестициялық жобалармен бастады. Айтуынша соңғы 5 жылда облысқа 4 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылған. Өңірде 2024-2026 жылдар ішінде экономиканың түрлі саласында құны 666 миллиард теңге болатын 42 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. Бұл 1800 жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Биыл 14 жоба іске қосылып жатыр. Сонымен қатар алдағы уақытта өңіріміздің барлық бағыттағы әлеуетін пайдалана отырып, инвестициялық құны 27 триллион теңге болатын 8 ірі жобаны ашу жоспарланып отыр. Облыс әкімі аймақ тұрғындарын ауыз сумен қамту кезең-кезеңімен шешіліп жатыр дейді. Бүгінде өңірдің өзекті мәселесі төңірегінде атқарылып жатқан жұмыстар мемлекет басшысының бақылауында тұр. Кезең-кезеңмен шешу үшін 25 жылға дейін қуаты 140,5 мың текше метрді құрайтын 10 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Оның ішінде Каспий су тұщыту зауытының қуатын 40 мың текше метрге жеткізу жобасы, Ақтау қаласының тәулігіне 7 мың текше метр су тұщытатын зауытының бірінші кезеңінің аяқталуы, қалған 7 жобалар келер жылы іске асырылатын болады. Келер жылы Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы болады. Төрткүл дүние назар аударатын шара наурыз айында басталады. Халықаралық жиын аймақтың туристік әлеуетінің артуына оң әсерін тигізеді дейді аймақ басшысы. Динара Жақсыбайқызы, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.